Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда өте қызықты әрі пайдалы ақпараттар өте көп. 7-сі, 16-сы, 25-сі туылғандар. Жұлдыздар тобы. Өмірге жұлдыз болып келген адамдар. Бірліктер. Жұлдыз болғысы келсе, жетіліктер өмірге жұлдыз болып келген. Мақсаты руханият. Адамдарды рухани емес деп бөледі. Бұл кісілердің мақсаты өздерінің іс-әрекетінің мойындалуы мен кез келген нәрсені тез жүзеге асыруына бағытталған. Өмір бойы ізденіп жүреді. Жетіліктердің 97% энергиясы денесінде тұрады екен. Тұла бойы толған агрессия. Махаббаттары да агрессия екен. Өздерін жұлдыз санайтын кісілер кез келген жерде өздерін мойындатқысы келіп тұрады. Көп нәрсені түсінгісі келіп ізденіп жүреді. Өзіне сенімді кісілер. 33 жасқа дейін материалдық дүниені түсінбейтін адамдар екен. Жалпы жетіліктер алуға келген адамдар. Өмірде төрттіктер, жетіліктер қосылып жатады екен. Бұл кісілерге тәртіппен өмір сүру керек. Өздерін мойындатқысы келетін, мойындамаса ішіп пісіп кетеді екен. Бір жерде жұмыс жасап жүрсе, бір нәрсе ұнамай қалса, жоқ деп кетіп қалуы мүмкін екен. Жетіліктердің энергиясы денесінен басына көтерілетін болса, гениальный адамдар екен. Бір істі қолға алса, соның тез жүзеге асуына әрекет жасайды. Минуста қырсық бірбеткей, өз іс-әрекетін мойындамады деп хаосқа кетеді. Өте жоғары эгоист адамдар. Жетіліктерді періштелері всегда қолдап қорғап жүреді екен. Больницаға барғанда періштелермен келісіп бару керек екен дейді. Себебі врачтарға көздеріне иллюзия туындап, дұрыс диагноз қоюына мүмкіндік береді екен. Жалпы халықтық медицинамен өздерін емдеп алады екен. Бойында агрессия болғандықтан йога, намаз оқып, көбірек қимылдап, жыныстық энергияны көтеру керек екен. Сол кезде өздерін мойындатуды қояды екен. Ал мойындатса, жаны рахаттанып, қолдарындағының бәрін береді екен. Жетіліктер қуатты, рухтың, күштің иесі және кемеңгерлігі бар адамдар. Жетіліктер жаңа ой-пікірдің, жоспардың, істің жағдайын түсіндіретін және түсінетін, кез келген жағдайға сендіре алатын қасиеті бар адамдар. Бастаған ісін аяқтамай тынбайды, зыр жүгіріп жасайды. Өз ойларын, жоспарын тез жүзеге асырумен ерекшеленеді. Жетіліктердің күш-қуаты аяқтарынан басталып мойынға дейін келеді. Әрі қарай басында күш-қуаты бар болғанымен 3% олар өздерін жұлдыз санайды. Сондықтан менмендік, мінез-құлық танытады. Олар көшбасшы, таққа қалай жетуді біледі. Егер бірліктер жоспар құрып, тағына қарай біртіндеп жақындаса, жетіліктер жай барып таққа отыра алады. Жетіліктер бірдеңе істесе, басқалардың мойындағанын, мақтағанын қалайды. Жан дүниесін, дауасын спорт, йога арқылы табады. Йога дегенді лотос позасында отырып тек дене жаттығулары деп шектемеу керек. Йога ұғымы кең мағынада алғанда ақыл-ойды жинақтау, тәртіпке келтіру. Йога бұл өмірді түсіну, адамның рухани әлемге баратын жолы. Бұлар өмірге келгенде төрттіктер сияқты адам санасын өзгертуге келгендер, бірақ дағдарыс пен сынақ арқылы. Жетіліктердің мейірімділігі дөрекілеу. Олар сенімен күрт және дөрекілеу түрде білдіреді. Адамдардан жылу күтеді. Құшақтағанын қалайды. Құшақтап, мойындап тұру керек.
Олай болмаған жағдайда олардың қызығушылығы жоғалады, іштері пысады. Жетіліктер адамдарды менің әрекетімді мойындайтын, мойындамайтын, рухани емес деп бөледі.